Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен Pixsoft және мен Дәулет. Бүгін біз ұстаздарға көмекші бот деп аталатын ботты талқылайтын боламыз. Бұл ботты біз ұстаз неге ғылыми әдістемелік орталығына жасап берген болатынбыз. Бот өзіндік бір ерекше функцияларына ие, сондықтан осы ботты бірге қарап тамашалап көрейік. Жалпы біздің компания өздеріңіз білетіндей түрлі деңгейдегі боттарды, сайттарды, жалпы түрлі жүйелер мен сайттар мен боттарды бір-бірімен байланыстыру, интеграция жұмыстарын жасайды. Яғни мысалы CRM жүйесін, CRM системаны сіздің ботыңызға байланыстыра аламыз, немесе ботыңызды сайтыңызға байланыстыра аламыз. Және осы үш нәрсенің бір-біріне байланысу арқылы, біз комбинациясы арқылы бизнестегі процестеріңізді автоматтандыра аламыз. Бізге байланысу үшін бізбен бірге біздің осы видеоның астында сілтеме бар. Соған сілтемеден өтіп, біздің дайректке жазсаңыздар болады, хабарлассаңыздар болады. Жалпы қазір біз ұстаз көмекші боттың басты бетінде тұрмыз. Мен қазір старт батырмасын, яғни запустить деген батырманы басу арқылы бірінші боттың іске қосамын. Қазір Дәулет Дүкенбай, сәлеметсіз бе? Портфолиоға жарамды авторлық бағдарламаны құру әдістемелік нұсқаулығын тек бізге жазылған ұстаздарымыз ала алады дейді. Яғни мен ары қарай қандай да бір портфолионы алу үшін осы каналға жазылуым керек. Мысалы, мен каналға жазу батырмасын бассам, мен каналға жазылып қойған екен. Мен осы каналдан шығып кетейін қазір, выйти басып. Және жазылдым деген батырманы бассам, мен бұл каналға жазылмағанымды жайлы біліп қояды. Мысалы, басам, бірінші топқа жазылыңыз дейді. Яғни маған айтып тұр, сен каналға жазылған жоқсың деп. Каналға жазу батырмасын басам, подписация етем, және ұстаз ботқа келемді, каналға жазу деп то есть ұстаз ботқа келемді, жазылдым деп басам. Сол кезде маған тағы да жаңағыдай ответ қайтарады. Дәулет Дүкенбай, құттықтаймыз, сіз каналға сәтті жазылдыңыз, уәде етілген файлды сізге қалай жібергеніміз қалайсыз дейді. Яғни екі вариант ұсынып тұр. Поштаға жібергенімді жіберсе болады, болмаса осында жіберсе болады. Мен осында жіберіңіз деген батырман басам, яғни маған осында жіберді. Мен егер поштаға жіберіңіз десем, маған поштаңызды енгізіңіз деген жауап келеді. Мен көріп тұрсыздар ғой. Поштаны енгізіп, поштамды енгізейін өзімнің. Поштамды енгізіп enter батырмасын бассам, маған қазір жауап келу керек. Біз файлды dukenbaydaulet.sobachka@gmail.com почтасына жібердік. Қарап көріңіз, немесе спам деген папканы тексеріңіз. Егер мүлдем таба алмасаңыз, осында жіберу батырмасын басыңыз. Яғни мен поштаға жаздым. Мен қазір өз поштамда тұрмын, бассам, міне маған ұстаз телега компаниясының поштасынан уәде етілген файлдарды мына сілтемелермен жазып алсаңыз болады деп хат келіп тұр. Демек, бұл жерде поштамен де байланыс орнатуға болады бот арқылы. Тамаша емес пе? Егер сіздерде осындай байланысқан бір-бірімен сайтпен, болмаса поштамен, немесе қандай да бір жүйемен, мысалы CRM жүйесімен байланысқан Telegram ботты қаласаңыздар, бізге хабарласып байланысқа шықсаңыздар болады. Жалпы біздің компания түрлі деңгейдегі сайттармен және чат-боттарды жасаумен айналысады. Дәл осы видеоның астында біздің сайтымыздың сілтемесі бар. Кіріп, осында компаниямыз жайлы, командамыз жайлы ақпаратты көрсеңіздер болады. Және дайректке шығып, біздің Instagram парақшамызға жазылсаңыздар болады. Сіздер жазылып, бізге консультацияны өтсеңіздер, сіздерге жақсы ақпараттар беруге дайынбыз. Сіздермен болған Дәулет және Pixsoft, сау саламатта болыңыздар.